Сәлем баршаға, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздерді өз каналымда көріп отқаныма қуаныштымын. Бүгін осындай керемет, үй жағдайында жасалатын, өте тез дайындалатын қытырлақ вафлилерді жасайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңынан қарап, менің парақшама тіркеліп, пікіріңізді қалдырып кетіңіздер. Егер сіздерде арнайы вафлица жоқ болса, осындай вафлидің листіне сесеңіздер болады. Ең алдымен 2 жұмыртқамызды жақсылап жарып аламыз. Сосын үстіне қантымызды салып, ерігенше жақсылап араластыратын боламыз. Міндетті түрде қантымыз еру керек. Сол кезде біздің массамыз өте керемет болып шығады. Қантымыз ергеннен кейін үстіне біз ерітілген сұйық майымызды құямыз. Яғни біздегі сары май, соны ерітіп құятын боламыз. Сосын үстіне ұнымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз барлығын. Содан кейін біздің массамыз дайын болды. Бізде осындай қою масса шығады. Видеода қарасаңыздар, өте қою масса болды. Мінекей осылай жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін вафлицаны алдын ала қыздырып алуларыңыз керек. Қыздырып алған соң бізде көптеген қиыншылықтар болады екен. Мен бірінші рет осыған жасап жатқаннан кейін кішкене қиындықтар туындады. Сол себепті бірнеше рет пісіргеннен дұрыс шыққан жоқ, одан кейінгілері өте керемет болып шықты. Осылай қасығымызды қатты толтырмай, ұзынша етіп біз тестамызды саламыз, сосын 5 минутқа қыздырып қоямыз. 5 минутта дайын болып піседі. Одан кейін ыстықтай, міндетті түрде ыстықтай ораңыздар. Ескертетін жайт, қасықты қатты толтырып салудың қажеті жоқ, өйткені сыртына ағып кетуі мүмкін. Сосын бір тегіс етіп жаюдың да қажеті жоқ. Сыртына ағып, біздің тестамыз дұрыс шықпай қалады. Сол себепті жай ғана ортасына ұзынша етіп төсесеңіздер, соның өзі жеткілікті. Осылай керемет болып пісіп шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, рецепті сақтап алыңыздар. 4 қана заттан жасалатын қытырлақ вафлилерді үйде жасап көріңіздер. Достарыңызбен, құрбыларыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Егер рецепт ұнаса, пікіріңізді қалдырып, менің парақшама тіркеліп, лайк, комментарий қалдырып кетің. Менің парақшамда бұдан да басқа көптеген рецептердің түрлері бар. Тағамдар, пирогтар және неше түрлі тәттілердің. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.